Армысыздар, ұлты қазақ, жаны қазақ, қаны қазақ, қазақ елі. Қазақстанның жетістігін шет ел мойындап жатқан уақытта ұлттық құндылықтарымызды жаңарту кезеңі келді. Ұлттың ұлт болып қалыптасуы ең алдымен ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуден басталады. Біз үшін рухани құндылық дініміз, салтымыз, салт-дәстүріміз және тарихымыз. Бүгінгі сол рухани құндылықтарымыздың бірден бірегейі, сан ғасырлық тарихы бар асық ойыны туралы сөз етеміз. Қазақтың қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай айтпақшы, ұлттық құндылықтардан жұрдай ұлтта тәрбиеленген ұрпақтан ұлт мүддесін ойлайтын, ұлт қамын ойлайтын ұрпақтың тумауы анық. Асық ойыны қазақи ортада кең тараған ұлттық ойындардың бірі. Оның негізі де, объектісі де асық болып саналады. Асық ойыны күндіз де түнде де ойналады. Күндізгісі ептілікке, ал түнгісі қырағылыққа үйретеді. Мұрат Мырза, Асық ұлттық федерациясының өкілі, асықты ойнау туралы көптеген мәселелер жүргізуде. Жасөспірім орта мектебінің оқушылары да үзілісте асықтың көптеген түрлерін ойнап меңгеруде. Біздің оқушыларға сәттілік тілейміз. Құрметті балалар, ойын басталды, асық жерге тасталды. Асығын ап алмаған сақасынан көрер, сөзін сөйлей алмаған атасынан көрер. Қой асығы демеңіз, қолына жасы сақатут, жасы кіші демеңіз, ақыла сағатут. Асық ойнаған ақтық, доп ойнаған топтық. Тілімізде ежелден орныққан қандай тұрақты тіркесті білесің? Асығы ашысынан түсу, алтын асықтай, киіктің асығындай. Мынау асығымыздың жалпы айтқан кезде, мынау жатқан есіне қарай әртүрлі болып бөлінеді. Мынау жағы көк, мынау жағы ішек. Арнайы қайсы? Мына мен мынау ғой. Осы екен атасын артқа қарады. Сәл
алысқа. Енді қарап отырасың. Апа дейсің. Атасың. Аласың. Енді мынау көрдіңдер ма? Міне. Маған тимеу керек. Тисе, ол ұтылып қалды. Ол менде шығасың.